Ассалаумалейкум, жігіттер, бүгін менде ремонт. Короче, бір тырсыл пайда болды ше, андай яблочко наконечник кетіп жатқан сияқты ше, мындай. Сосын алдымда мыналардың бәрін тексерсем, ошын қатты ақша андай. Содан мынаның бәрін тексердім, міне ағыда қатты ақша андай не болып тұр. Содан алдында енді астына түсіп қарасам, рейкі тарсылдап кеткен. Рейкі тарсылдап тұршы, кішкентай ғана тек. Сосын алдымда, былай қыласыңдар. Рейкені тартып атыр едім ғой. Так. Мына екі креплениені күтте босатасың тек. Шамалы ғана босатасың. Міне ағында күтте босаттың. Гайкісі орында тұр. Мына екі болтты ағытып жібересіңдер. Сосын міне мынаны контрагайканы босатасыңдар да мынандай кілт тауып аласың. Кілт болғанда бұл пластинка тауып аласың да, сол пластинкамен бір шамалы бұрадым, жарта бұрадым ой деймін. Анаяқтан сосын мынаны қайттан бір болтқа қатайтып тексересің. Если нормально болса болды, тек сол жерге қоясың да, сосын қайттан мына контрагайканы қатайтып тесін орнына түсет. Болды, орнына қайттан мына екі болтты, сосын мына екі гайканы тартып тесін. Болды, ештеңе ағытпайсың, доғалақ ештеңе. Яма керек тек. Осылай.